Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге маринадталған саңырау құлақтардың рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Қажетті құрамдар: саңырау құлақтар 1 кг, су 1 литр, тұз 2 ас қасық, қант 1 ас қасық, сірке суы 9% 40 грамм, өсімдік майы 4 ас қасық, укроп 1 дана, сарымсақ 5 түйірі. Бәрін видеодағыдай көрсетілгендей тұрап аласыздар. Ең алдыменен саңырау құлақтарымызға суды құямыз. Содан кейін тұз және де қантты қосамыз. Содан кейін оны кастрөлге құйып, қайнағаннан кейін 15 минуттай пісіріп аламыз. Енді кепсерменен түсіріп аламыз, суын ағызып. Енді өсімдік майын құямыз, сарымсақтарды қосамыз және де укроп қосамыз. Сірке суында да қосып жібересіздер, түспей қалыпты. Бәрін жақсылап араластырып аласыздар. Содан кейін 1 сағаттай холодильникқа қойып қоясыздар. Енді бөлек ыдысымызға салып аламыз. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер менен болған Наргиз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Саңырау құлақтар қытырлап тұр. Қош сау.